Ризықты арттыратын 5 себеп. Бір түйір нанның өзі маңдай терді төгіп еңбек етумен келеді. Бейнетсіз зейнет жоқ. Бұған қоса жаратқанға иман келтіріп 5 уақыт намазына берік болу парыз. Ал енді иманды бекіте түсетін ризық несібеге берекет беретін көптеген амалдар, құлшылық түрлері бар. Солардың 5-еуін атын айтып түрін түстеп шығайық. Біріншісі тақуалық. Құран кәрімде кім Алладан қорқып тақуалық етсе, ол шығатын жол жасайды. Әрі ол оған оның өзі ойламаған жақтан ризық береді. Деген аят тақуалық әркімнің қолынан келмейтін қазына есіктерін айқара ашатын қасиетін паш етуде. Екіншісі истихфар. Истихфар біліп-білмей, байқамай немесе әдейі жасалған үлкен-кішілік күнәлары үшін өкініп, Алла тағаладан кешірім сұрау. Құран кәрімде Раббыңнан кешірім тілеңдер, өйткені ол көп кешіруші. Ол сендерге аспаннан мол жаңбыр жібереді, сендерді мал-мүліктерімен және перзенттермен қолдайды. Сендерге бау-бақшалар өсіріп және сендер үшін өзендер пайда қылады десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім көп истихфар айтса, Алла тағала әрбір уайым қайғының артын қуаныш, әрбір қылыс таяң кезінен кейін шығатын жол көрсетіп, ойламаған жерден ризық несібесін береді деп истихфар сырын ұқтыруда. Үшіншісі тәуекел. Құран кәрімде, ал кім Аллаға жүгініп оған тәуекел етсе, ол оған жеткілікті десе, хадисте Алла лайықты және шынайы түрде тәуекел етсеңдер, құс сияқты несібелі болар едіңдер. Құс ұясынан жұмсауы бос боп ұшып шығып, кешке толтырып қайтып келеді деп баяндайды. Төртіншісі туыстық қарым-қатынас. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім ризық несібесі кең болуын және өмірінің ұзақ болуын қаласа, туысқандарымен жақсы болсын деп, ағайын тату болса шаңыраққа берекет тұрақтайтынын түсіндіруде. Бесіншісі садақа жасау. Құран кәрімде, сендер не жұмсасаңдар да, ол оның орнын қайта толтырады. Ол ризық берушілердің ең қайырлысы деп әмір етілген. Расында садақа мың бір қасиеті бар тылсым құлшылық.